Қазақ поэзиясында өзіндік қолтаңбасы қалған біздің рухани апамыз, туыстас апамыз Фариза Оңғарсынқызының мынандай бір әдемі өлең жолдары бар еді. Қазір сол есіме түсіп отыр. Тағдыр ғұмыр кештірмей малшамаған, кемтар етпей, кендетпей ар санадан, ғұмыр бітті мен кешкен сәттің бірін сезіне алмай өтеді қанша адам дейді. Осы бір өлең жолдарына қарап отырсаңыз, шындығында неше мыңдаған тағдырлардың иесі бар, неше миллиардтаған тіптен алғанда. Біз әркім, әр азамат өмірге келген пенде өзінің туған жерінің тарихына білмекке, туған жерінің тұлғаларын тануға білімін арнау керек екен. Себебі өзің туып өскен, өзің суын ішкен құдығың, былай алғанда өзіңнің атамекеніңнің тарихын білу, ол сенің азаматтық, ол сенің перзенттік парызың екен. Бұл күнде айтып жатамыз, қоғамның, бәлкім заманның уақыты келген болар деп, азаматтар білімнен алшақтап бара жатыр, кітаптан алшақтап бара жатыр, руханияттан алыстау жолдарға ұласып бара жатыр деп айтатын еді. Мен ойлаймын, әр азамат қалай болмағанда өзінің туған жерінен өсіп жетілетіні белгілі, заңдылық. Олай дейтін болсақ, әр азамат өзінің туған топырағының тарихын білмекке ұмтылуға қажет деп ойлаймын. Себебі мына біз туып өскен өзіміздің шежірелі де қазыналы Маңғыстау өңірінің өзі алып қарайтын болсақ, үлкен бай жатқан тарихы, шежірелері, тарихы, мұрасы өз алдына бір төбе өңір болып табылады. Қазақтың басқа өңірлерін өздерін атап айтпағанның өзінде Маңғыстауды алып, өзім осы туып өскен өңірім болғасын айтайын деп отырғаным, бір Маңғыстаудың өзінше қанша тарланбоз тарихи тұлғалар шықты. Кейде жиын тойларда, отырыстарда, болмаса бір кездесулерде жүрген тұстарда, қарапайым азаматтармен кездесу барысында, жалпылама халықпен кездесу барысында әңгімелерге құлақ асатын болсақ, азаматтармен пікірлесу, сөйлесу, әңгіме дүкен құру барысында біздің Маңғыстау өңірінің азаматтардың көбі әлі күнге дейін, мысалы Иса мен Досанды білмейді, батырларымызды. Кешегі екінші соғыста опат болып кеткен, Кеңестер одағының батыр атағын алған Мәди Бегенов, алғашқы Берлинді бомбылаған Біләл Қалиев, болмаса Исатай Сүйбаев сияқты бұл батырлар шоғырын ғана айтып тұрмын. Ал одан әргерекке кететін болсақ, Шотаныңыз бар, Шоғыңыз бар, Лабағыңыз бар, Төлебіңіз бар, Қонаеміңіз бар. Бұлардың барлығы бірсыпыра батырлар деп қарайтын болсақ. Ал елдің арасында есімдері қазақ арасында тұңғышқа айналған тұлғаларда баршылық қой. Міне, қасиетті де шежірелі осы Маңғыстау топырағында туып өскен азаматтардың қатарында медицина ғылымдарының докторы, профессор, академик дәрежесіне көтерілген Естөре Оразақов дейтін кәкеміз шықты. Бұл кісі де біздің қазақ жерінде емделмейтін аурулардың бетін қайтарып, медицина саласында үлкен өзіндік айшықты қолтаңбасын қалдырған азамат та осы Маңғыстаудан шықты. Және сонымен бірге Алаштың белгілі айтулы азаматы Бейімбет Майлинмен бірге қызметтес болып, бір-бірімен қаталысып, қазақтың баспасөзін көтеруге қатысқан Маңғыстаудан шыққан алғашқы кәсіби журналист Тумыш Сарғожаев дейтін кәкеміз шықты. Бұл кісілердің де мысалы қарап отырсаңыз аттары атаусыз қалып бара жатыр. Айта берсек, тақырып алуан, әртүрлі тақырыптарға бой алдыруымызға болады. Тарихтың әртүрлі кезеңдері болады, оқиғалары болады, тұлғалары болады, сәттері болады деп қарайтын болсақ, біз тереңіне бармай-ақ әрбір оқырман қауымға, әрбір тұрғындарға, әрбір азаматтарға алдымен өзінің туған өңірінің тарихын білу арқылы елінің тарихына көңіл аудару керек екендігі баса назарда ұстағанымыз абзал болады. Себебі сүйіспеншілік, елге, ұлтқа, отанға деген сүйіспеншілік алдымен әр азаматтың өзінің туған жерінен,
туған өлкесінен басталу керек қой деген ойға келеміз. Сол тұрғыда айтқанда біз осы өлке тарихтарына қатты көңіл бөлуіміз керек. Қазақстанда жалпылама алғанда өлке тану саласы, әр өңірлерде тану саласы шындығында айтқанда кенжелеп тұр. Сондықтан әр өңірдің өзінде қаншама тұлғалар жатыр, қаншама оқиғалары бар, әлі күнге дейін жабулы қазан күйінде келе жатырған мұрағат құжаттары қаншама. Мысалы, біз өзіміз осы өңірде туып өсіп, Маңғыстау өңірінде туып өсіп, қолымызға қалам алып қызмет етіп жүрген жас буындар есемді алып қарағанның өзінде, мұрағатқа кіргеніміздің өзінде әлі күнге дейін көп азаматтардың аталарын тауып беру арқылы қауыштырып жатырған сәттеріміз болып жатады. Бұны неге балаймыз? Демек, біздің әлі шаң басқан мұрағаттағы құжаттарымыз әлі күнге дейін халыққа жетпей жатқандығында. Демек, біз ұрпақты өсіреміз десек, ұрпаққа руханияттың ләззатын сезіндіреміз десек, болмаса руханиятқа баулаймыз десек, алдымен әр азамат тарихқа, туған тіліне, мәдениетіне, әдебиетіне қатты көңіл беру керек деп ойлаймын. Себебі осындай нәрселердің қағидаларын орындау арқылы біз ұлтқа қызмет етудің үлгісін көрсетеміз. Айналамызға мейірім шуған шашуды үйренеміз, және азаматтарымыздың көзі ашылып, сауаттылыққа, білімділікке келген сәттерін аңғарамыз. Сондықтан тарихыңды білмей, тіліңе құрмет жасамай, әдет ғұрыптарыңды меңгермей, салт дәстүрлеріңді сақтамай, еш уақытта біз ұлттың биігіне, ұлттың белгілі азаматы боламыз деген әңгімеміздің бәрі әбестік болып қалады. Сондықтан менің іңкәрлік көңіл тілегім, азаматтық кеңестік көмегім, біз білімді болуға ұмтылуымыз керек. Білімсіз азаматтар биікке де көтерілмейді, тәуелсіздікке де немқұрайлы қарайды, тілге де немқұрайлы қарайтын кезең осындайдан туады. Сондықтан біз тарихқа, әр азамат шыққан өзінің ортасын танып білуге, тұлғалардың мәдениетіне, әдебиетіне қызмет ететін болса, біз сонда ғана көркейеміз, сонда ғана біз алға қарай жылжимыз. Кейде бір азаматтар қойып жатады түрлі-түрлі сан сұрақтар, түрлі-түрлі пиғылды пікірлер айтып жатады. Ой, өткен тарих не керек? Өткен тарихтың қажеттілігі жоқ, алдағы уақытты болжайық, алдағы уақыттарды ойлайық дейді. Мен оларға былай да жауап берермін бауырларымызға. Өткен тарихыңа көз жібертпей, алдыңды болжау мүмкін емес. Сондықтан біз өткен тарихымыздан қарап отырып сабақ алып, ғибрат алып, тағзым алып, алдағы күндерімізге жақсы сауатпен кірісуіміз керек. Себебі тарихыңа тасататын болсаң, тарихыңа жоқтық баға беретін болсаң, ол онда біздің ісіміздің өнбейтіндігіне, ұлттың одан әрі өркендеуіне бұл бір қарама-қайшы сәттер болатындығы заңдылық. Сондықтан біз білімді болуға, азаматтарды кітап оқуға шақыруға, былай сөзбен алғанда сауатты болуға шақыруға біз қызмет етуіміз керек. Сондықтан мен осындай сияқты ойларды жеткізу арқылы халқымызды руханиятқа, ұлттық биікке шақыруға қызмет етуге келсе екен деген оймен өзімнің әңгімемді айтқым келеді. Рахмет.